Сәлем достар. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басыңыздар. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз тұмау. Тұмаудың белгілері қандай, тұмаудың симптомдары қандай, оның емдеу ұзақтығы қанша, барлығы туралы толық мәлімет беретін боламын. Тұмау жоғарғы тыныс алу жолдарының вирустық ауруы, кенеттен пайда болады. Ысыну, дененің ауырсынуы, бас ауруы, тез шаршау, тәбеттегі жоғалту, құрғақ жөтел, көмейдегі ауырсыну мен құрғақтық секілді симптомдармен қосарланады. Тұмаудың суық тиюден айырмашылығы бар. Тұмауда симптомдар әдетте күштірек, қарапайым, суық тиюге қарағанда жұмыстан немесе мектептен бірнеше күн қалуға тура келеді. Көптеген адамдар мәселесіз сауығады, бірақ кейде ауру бактериалдық инфекцияның дамуына апаруы мүмкін. Мысалы, құлақ инфекциясы, мұрын қуысының инфекциясы немесе бронхит. Үйде дұрыс емдеу осындай инфекциялардың алдын алуға көмектеседі. Бір қатар жағдайда күрделі асқынуы да болуы мүмкін. Мысалы, пневмония, асқыну дамуы мүмкін. Ауруханаға жатқызу қажет болатын қауіп топтары айтатын боламыз. Олар сәбилер, 65 жастан асқан ересектер, ауыр аурулармен ауыратын адамдар. Тұмаудың себебі не? А және В тұмауының вирустары классикалық тұмауды туындатады. А түрі әдеттегі жыл сайынғы тұмаудың қоздырушысы. Бұл вирустағы ұдайы өзгереді. Шағын түрлер мен штаммдардың түзілуіне апарады. Олардың бастапқы вирустан айырмашылығы болады, бірақ кейбір сипаттамаларды сақталады. Тұмауды туындататын вирустардың штаммдары жыл сайын өзгереді. Симптомдары қандай? Тұмау ысынумен, жөтелмен, қалтыраумен, дененің ауырсынуымен, бас ауруымен, тез шаршаумен сипатталады. Бұл симптомдар әдетте 3-4 күн бойы сақталады. Одан кейін құрғақ жөтел, мұрынның бітелуі немесе ағуы, тамақтың жыбырлауы пайда болып, апта бойы немесе соған жуық сақталады. Инкубация кезеңі тұмау вирусымен қатынасқан бастап симптомдарға дейін 1 және 4 күн аралығында болады. Тұмау термині тұмау тәрізді симптомдары бар жеңіл дәрежелі түрлі ауруларға жиі қолданады. Бұл вирустық тектес өзіне тән симптомдар бар. Тұмаудың симптомдары кенеттен пайда болады және жиі кездесетіндері ысыну 37 градустан басталып 40 градусқа дейін көтеріледі. Ең жоғарғы температурасы 41,1 градусқа жетеді. Қалтырау, дененің ауырсынуы және бұлшықеттің ауырсынуы көбінесе күшті, әдетте арқада, қол-аяқта болады. Бас ауруы, көз ұясының қозғалуына ауырсыну, тез шаршау, жалпы нашар сезіну, тәбет жоғалту, құрғақ жөтел, мұрынның бітелуі, ағуы, көмейдің құрғақтығы немесе ауырсынуы. Аурудың бірінші күндері бұл симптомдар байқалмауы мүмкін, ал басқа симптомдарды айқын болады. Ысыну басылғанда бұл симптомдар айқын байқалады. Тұмау әдетте кенеттен басталады. Көптеген жағдайларда симптомдары нақты басталған сағатын айтады. Симптомдар жұқпаларынан кейін 1-4 күн аралығында дамиды. Классикалық тұмау 3 күнге жуық ысынумен сипатталады. Одан кейін біртіндеп басқа симптомдар көрініс береді. Әдетте ысыну 2-3 күндері аздап басылады. Достар, менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен, қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз.